Amansızдар ма? 1969 жылы қараша айында дүниеге келдім. 69 және 70 жылдары туылған адамдардың бәрін өзіме құрдас санаймын. Демек, Кеңес одағының соңғы 20 жылы көз алдымызда өтті. Осы кезде суайттар, мақтабастар, сол коммунизмнің заманы керемет болды. О кезде бәрі жақсы болды деп мақтайтындар ауыздарынан су ағып, көп өтірік айтады. Дәл солай жақсы болған жоқ бәрі. Біздің елімізде бас мәселе тіліміз, дініміз, халқымыздың мәдениеті өте көп қорлық көрген. Ал бұны керек қылмағандарға әлбетте жақсы болған шығар. Бірақ шын қазақтарға қиын болды. Осы себепте жастарға көп айтар ақиқат бар әлі. 90 жылдардың басында шет елге оқуға кеттім. Жыл сайын елге келмедім. Бірақ әр келген сәтте елімізде көп жаңалық болып атқандарын көрдім. Енді айтып кетерлік, сол кезде ең көп көзге түскені гиперинфляция. Себебі Горбачев Назарбаевқа уәде бергенміз, сен Совет одағының премьер-министрі боласың деп. Назарбаев Совет одағын сақтауға тырысты. Соған ерекше жұлқынды. Бірақ Ельцин басқарған Ресей, Беларусь, Украина үшеуі Назарбаевпен ақылдаспай СНГ-ні құрып жіберді. Және өздерінің ұлттық валюталарын енгізді. Бос қалған Совет одағының бүкіл рублі, деревянный рубль деуші еді о кезде, сол рублі Қазақстанға аға бастады. Таңертең $1 1000 рубль болса, кешке сол доллар 2000 рубль болып кетуші еді. Ертеңіне таңына 2000-ы кешке дейін 4-ке айналып кетуші еді. Сол кездегі қымбатшылық, зат жоғалып кетті, тамақ болмады, киім болмады. Істеп тұрған кәдімгідей советтен қалған завод фабрикалардың өздері құлдырады. Себебі бартер деген бәле шықты. Сол кездегі басшылардың ақылы сонша кем болған, сол завод фабрикалардың бүкіл қымбат оборудованияларын қиратып, соның темірін алып, Қытайға металлолом ретінде тапсырды. Содан халық жалақсыз, жұмыссыз қалды. Көп қиыншылық көрді халық. Бірақ Қазақстан егемендік жариялаған күні бүкіл халқымыз ерекше қуанды. Ата-бабаларымыз неше 100 жылдан бері Ресейдің астында болды. Көп қорлық көрді. Міне енді еркіндік басталды. Міне бақытты өмір басталды деген таза үмітіміз бар еді. Егемендігіміз өте қымбат. Ата-бабаларымыз армандап кеткен. Кенесары хан осы жолда шахид болған. Осы заманда сол бабалардың аңсағаны әлі де орындалмағанына көңіліміз қансырап тұрады. Ел аман болғай, келешек ашық болсын.